Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Қасиетті құрбан айтта оқыған айт намазымызды, дұға тілектерімізді, Алла жолында шалған құрбандықтарымызды Аллах Тағала қабыл етсін. Бұл қасиетті құрбан айт мерекесі ең ұлық мерекелердің бірі. Бұл біздің қазақ ата-бабаларымыздың дәстүріне сіңіп, және қазағымыздың қанына сіңген осындай ұлттық мерекелеріміз әрдайым жақсылықта тойлануды, бейбітшілікте тойлануды Аллах Тағала біздерге нәсіп етсін. Қасиетті құрбан айт кезінде, осындай айт мерекелерінде жалпы мұсылман баласы бір-бірін қуантқан жақсы болады. Бұл ізгі амалдардың қатарына жатады. Осы орайда Жылой аудандық орталық мешіті Алла разылығы үшін кішкентай бүлдіршіндерімізді қуанту мақсатында 1700 балаға арналған тәтті сыйлықтар салынған қорапшамызды дайындаған болатынбыз. Аллах Тағала осы айт күні жасаған әрбір ізгі салихалы амалдарымызды қабыл етсін, бір-бірімізді әрдайым қуантатын жақсы амалдарымыз көп болсын дегім келеді. Айттан айтқа аман есен жете берейік.